Сәлем достар, сіздермен бірге дәметкен бүгін шығыс тағамы қазан кебаб дайындайтын боламыз. Келесі видеода сливы пирогының рецептісімен бөлісемін, сондықтан да видео рецепті жіберіп алуыңыз үшін менің арнама лүпіл басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Үй жағдайында қазан кебаб дайындайтын боламыз. Ол үшін етімізді осылай майдалап турап аламыз. Содан соң картоплымызге дәміне қарай тұз және бұрыш салып араластырып аламыз. Өздеріңіз қалауыңыз бойынша басқа да дәмдеуішті қолдануыңызға болады. Қызып тұрған табаға күнбағыс майды құйып, етімізді жақсылап қуырып аламыз. Содан соң картоптерімізді сол майда қызарғанша дейін қуырып аламыз. Пияз салып жақсылап қуырып аламыз. Содан соң үстіне етті және картопты салып, дәміне қарай тұз қосатын боламыз. Біздің қазан кебаб тағамыз жақсы пісу үшін бетін тарелкамен жауып қоямыз, сонда асты жабысып қалмайды. Және де крышканы жаууға ұмытпаңыздар. 50-60 минутта ең аз отта пісіретін боламыз. Мінекей біздің қазан кебаб тағамымыз дайын, өте тәтті болып шығады. Ас болсын. Видео рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Және де менің арнама лүпіл басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған дәметкен.